Адамның өмірі әртүрлі салаларға бөлінген. Қарым-қатынас, ақша, жұмыс, хобби тағысын тағы. Сол қарым-қатынастың өзі ата-ана мен баланың қарым-қатынасы, туыстар, достар деп олар да бөлінеді. Енді адам шынайы бақытты өмір сүру үшін сол өмірінің салалары баланста болу керек. Әр нәрсе өзінің орнында болғаны абзал. Мысалы білеміз, көбіміз өзімізді екінші тіпті ең соңғы орынға қойып жатамыз. Мысалы, жолдасымызды, балаларымызды, немесе кәсібімізді бірінші орынға қойып, ең соңында әйтеуір бір уақыт қалса, немесе энергия қалса, өзімізге кәмпит алып береміз. Өмірдің салаларын рет-ретімен қойып көрейік. Ең бірінші орынға біз әрине өзімізді қоюымыз керек. Әрдайым. Баламызды емес, ата-анамызды емес, ақшаны емес, тағысын тағы. Біз бірінші орында, яғни мен бірінші орында. Екінші орында, енді кейбіреулеріңіз айтасыздар, ата-анам немесе балам деп. Жоқ. Екінші орында біздің жарымыз болу керек, яғни күйеуіміз немесе әйеліміз. Тіпті күйеуіміз немесе әйеліміз әлі жоқ болса, сонда да менталды түрде менің жарым менен кейін екінші орында тұрады деп өзімізге айтуымыз керек. Үшінші орында біздің балаларымыз. Енді қараңыз. Адам өзін жақсы көрсе, өзіне сол махаббатты бере білсе, керек нәрсесін ала білсе, өзінің арман мақсаттарын білсе, сол арман мақсаттарын өзіне бере білсе, ол адам үлкен бір сондай абыройлы тұлғаға айналады, өз-өзін жақсы көреді, сыйлайды. Және сондай адам ғана өзіне лайықты жар табады. Яғни ол адамның жары сол мына кармалық жағдайларына байланысты немесе рухани ауруларына байланысты болмайды. Яғни сол рухани бір ауруы бар, травмалары бар, сол травмаларды қаситын қасына бір күйеу немесе жар таппайды. Сол адамның өзіне деген құрметі бар, өзін жақсы көреді, сыйлайды, соған қатысты жарды кездестіреді және ол жарды іздемейді. Өзін толыққанды қабылдайды, өзінің қадірін біледі. Егерде сол адам мына жарын тапса, араларында балалары болса, сол балалары, мысалы сол әкесіне қарап, өзін жақсы көретін, сыйлайтын әкесіне қарап, олар да тамсанады. Менің әкем немесе менің анам қандай әдемі, өз-өзін күтеді, үстінен әдемі иіс шығады, келіп құшақтайды. Сол уақытта сен мына балаңды тәрбиелемейсің. Өзіңді тәрбиелеп, сол балаларыңа үлгі боласың. Және де сол балалар, мысалы, сол әкесінің жары, яғни олардың анасы, ол да тұлға, ол да өзін жақсы көреді, ол да өзін сыйлайды. Яғни балалары сол әкесі мен анасына қарап, бейсаналы түрде тамсанады. Мысалы, сол балалары ас үйге келіп қалса, ас үйде әкесі мен анасы бірін-бірін аймалап сүйіп жатыр. Қандай тамаша. Осындай картинаны көріп өскен бала әлбетте өзінің қадір қасиетін біледі. Және маған жар керек деп күйеу немесе әйел іздеп кетпейді. Басқа адамды өзінен жоғары қоймайды. Күйдім, сүйдім деп сол басқа адам үшін өзінің жүрегін жараламайды. Мына кейбір қыздар немесе тіпті жігіттерді де көріп жатамыз. Сен менімен бірге болмасаң, мен өлем деп тіпті өз-өздеріне қол жұмсап жатады. Бұның барлығы осындай банағы, былайша айтқанда, ұяңда не көрдің, ұшқанда соны табасың деген мәселе. Яғни әрбір адам ең бірінші өзін қою керек, ең бірінші өзі, содан кейін барып жары. Ол жарын әлі кездеспесе де, бірақ менталды түрде менің жарым менен кейін болу керек деген сөз. Үшінші, балалары, ата-анасы емес. Төртінші, сол адамның жұмысы,
яғни приоритет бойынша төртінші сол адамның жұмысы немесе кәсібі. Себебі сол кәсіпті жасау арқылы немесе сол жұмысқа бару арқылы өзіне керегін алып береді, жанұясын асырайды және де осы қоғамға пайдасын келтіреді. Бесінші сол адамның хоббиі, яғни ұнататын бір нәрселері. Футбол, ән, осындай бағанағы блог жасау, тағысын тағы. Негізінде адамның хоббиі көп болған жақсы. Алтыншы орында сол адамның достары, яғни қоғам араласатын адамдары. Жетінші орында, яғни ең соңғы орында ғана ата-анасы тұру керек. Яғни мысалы өзінен бастадық, бұлай бір дөңгелек шеңбер құрасақ, өзі, сүйген жары, балалары, жұмысы, хоббиі, достары және ата-анасы. Ең соңында осы шеңбер жабылады. Яғни өзіңнен басталған шеңбер ата-анаңмен келіп тұйықталып тұр. Енді мысалы қоғамда мынандай жағдай бар, көбіне ер адамдарға қатысты. Сол ер адамның әйелі енесі мен атасы туралы бір келеңсіз нәрсені айтса, ер адам қайтеді? Қатын, өз орныңды біл, менің ата-анама тиіспе дейді. Әрдайым өзінің анасын немесе әкесін жоғарға қойып қояды. Бұл сәбилік позиция, детская позиция, яғни солына балалық шағындағы сол ер адамның алған травмаларына қатысты. Сол әкесі мен анасынан сепарация әлі болған жоқ. Бұндай ер адамның кәсібі де, жұмысы да оңды болмайды. Қараңыз, яғни әкесі немесе анасы сол баласы мен әйелінің арасына түсіп жатса, бұл әрдайым сол бір жанұяның берекесіне кері әсер етеді. Әкесі немесе анасы сол баласының әйелмен болып жатырған арасындағы қарым-қатынасқа араласып жатса, әке немесе ана, бұл менің жұбайым, өзім бұл жағдайды шешемін деу керек. Жұбайы да сол, яғни әйел адамда солай жасау керек. Тек ер адамға қатысты емес. Өміріңіздің салалары дәл осындай баланста тұрғанын қаласаңыз, жай ғана өз-өзіңізбен отырып, өзіңізге айтуыңызға болады. Яғни мен әрдайым өзімді бірінші орынға қоямын, екінші менің жарым, үшінші менің балаларым, төртінші менің жұмысым, бесінші менің хоббиім, алтыншы менің достарым, және ең соңында менің ата-анам деп. Осыған байланысты өміріңізде бір сынақтар келуі мүмкін, яғни ата-анаңыз сол жұбайыңызбен болып жатырған қарым-қатынасқа араласу мүмкін. Осы жағдайда сіз өзіңіздің жұбайыңызды таңдауыңыз керек. Немесе балаларыңызбен бір конфликт болып жатыр, Осы уақытта балаларыңызды жақтамай, жұбайыңызды жақтау керек. Тағысын тағы. Осы уақытта ғана біздің өміріміз бір ретке келеді. Және де әрине өзіңізбен жұмыс жасаңыз, миыңыздан жүрегіңізге түсіңіз, жалпы ізденісті тоқтатып, тек қана өзіңіздің жүрегіңіз қалайтын ғана бір кәсіптер немесе қарым-қатынас, яғни сол бір хоббиларға қатысты ізденісті жалғастырасыз. Яғни шынайы өмір сүресіз.